Всем добрый день. Жаңа мына жерде анамыздың жанында отырдық. Мына жерде бір задвижка тұр. Мына задвижка, сосын мына жерде бір қалдықтар. Мына алған задвижка. Жаңа полиция қызметкерлерге телефон соқтық. Сразу келді. Қазір сұхбат алып жатыр Ерланнан. Мынау не зат? Жаңа біз спутниктен қарасақ, мынау, кажется, Казтрансойлға жататын задвижка екен. Мынау не зат? Казтрансойл ма? Анықтайды сосын. Міне осы жерде мынандай задвижка тұр. Аны біздің жанында. Сразу же 102-ге телефон соққасын, сразу полиция қызметкерлері сразу келді, да? 10 минуттың ішінде. Оперативно тек 10 минуттың ішінде жетіп келіп отырып. Мына мынандай анықталып отырық. Мына экология департаменті, Министерство энергетики сіздер бәрін қайда қарап отырсыңдар? Мынау алған зат мынау. Қазір осы жерде болып жатқан. Жаңа Қазмұнайгаздың председателіне шықтық. Соғанда тоже осы видеолардың бәрін жібердік. Мына осындай задвижка тұр. Мына жерде бір мұнайдың қалдықтары тұр деп. Көтеріп кеткен. Не зат екен. Қазір осыған біз арыз жазамыз. Бұл законный зат па, незаконный зат па, не істеп жатыр. Мына жерде не алып жатыр. Қазір прямой эфирдесіздер? Иә, прямой эфирде. Фиксация жасап жатыр. Біздер осы қаланың белсендісіміз, тұрғындарымыз. Біз шақырдық, иә, біз шақырдық. Вы сидите только? Иә. Заводтан кісі. Ага. Алмат бізге қарағанда қалай туады? ГТК-ның линиясы еді. Өз тарапымыздан. Арызданамыз, иә біз. Иә. İşte var mı? Қазірді қарабай. ГТК-ның линиясы. Ол ан жағында ол. Жоқ, ол білмейміз ғой. Ол кезде былай тартып оларды қалай келсе. Выяснять в первую очередь. Мына жерде не істеп жатыр вообще? Мұнай ұрлап жатыр ма? Или төгіп жатыр ма? Иә. Иә. Может, мұнай ұрлап жатқан шығар мына жерде. Мына задвижкаде. Ашуға оны все равно былай қалдыруға
болмайды ғой, это уже нарушение ғой мынау дейтін. Иә. Иә, қайдан? О, жылына 2 рет тұрып келіп, жылына ұрлайтын шығар бізде. Анамыздың басшылары соңғы неше басшы соттап кеткен. Ол енді просто мен сізге осы қойып жатқан жоқ, просто анамыздың соңғы 2-3 басшысы неше түрлі бана жатыр анамыз тарапынан. Мемлекеттің көлігі бәрі жақсы болғанын қараймыз, алайда осындай жағдай болды. Это вы сидите, Ерлан. Вы сидите. Бізді де дұрыстап түсініңіздер, ерігіп жүрген жоқпыз. Машинаның ходовкасын бұзған жақтың бәрін қарап келдік. Так, мына ненің ИГЛ фильтрдің рұқсаты бар ма сіздерде? Әлде керек емес рұқсат алып? Анапызының өзінікі ма ана ИГЛ фильтр? Сіздің құзыретіңізде ИГЛ фильтр бойынша жауап бере аласыз ба? Жоқ. Сол адамдар шақыра аласыз ба, мамандарды бана? Оған да тоже арыз жазамыз біз. Жоқ, біз айна уақыт бар ғой. Председательіне телефон соқтым, айттым, видеоларды жібердім. Сәлеметсіз. Мемлекет қызметкерлеріңізге 6-ға дейін төлейді ғой. Егер сіздің жұмыс графигіңіз 6-ға дейін болса, Башлықтарымыз келсін мен қам. мемлекет 6-ға дейін төлейді жұмысты. Неше болды сағат? Міне сағат 5-тен 18 кетті. Күшті жаңбыр жауайын. Қазір енді келіп ізін жоғалтып жіберуі мүмкін ғой. Поэтому мы все фиксируем. Өздеріңізде фиксация жасап қойсаңыз, фотоға түсіріп не істеп? Бәрі фото. Бірақ жаңа кім полиция қызметкерлері келіп бәрі фотоға түсірді ғой. Мына жерде примерно например, бөлінген. Неше квадрат? 30 квадрат бола ма? Нені ішіп тұр? Ауди квадрат дейтін бар ғой. Все ондай қазір мына анапызының басшылық